Saat 9'ga 10 kaldı. Gülük'ün el yıktı vardır. Свет жаққанда оянып кетті. Гүлікке кешірім сұраймын, өйтіп жүрдім бе? Ұйықтай бер. Просто таңертеңгіден түсіріп жатқаным ғой. Ұйықтай жатқасын қорқып терезені аша алмай отыр едім. Терезені ашқанда жарқ ете түсті. Тұрасың ба Гүлікке? Сағат 9 болып қалды. Қазалы деген жерге келіп жатырмыз. Қазалының тұрғындары, сіздерге сәлем, үлкен. 20 минут тұрады. Сен аяқ астында жатыр ғой. Түсіміз бе Қазалыдан? Түспейсің бе? Тоңып отырсың ба? Салқын болды ма бүгін? Иә, салқын болды. Жылынат деп қойып әлі жылтылмай жатыр бүгінді. Қызық болып кетті мынау. Түсетін болсаң түсіп қайта болады. Білмеймін, не бар жерде? Жоқ, көреміз ба? Сен қарып барып берші. Мен жалғызым қалай түсіріп жүрмін? Сен болмасаң қызық емес қой. Ноутбугымды шығарып қойып енден жұмысты бастап жасайын деп отыр едім. Вот міне Қазалы деген жер мынандай екен. Кішігірім қалай екен. Пойыз бұл жерде 20 минут тұрады. Гүлікең артта қалып қойды. Түсіме түспей ме білмеймін. Түсіп жатыр екен. Қазір түсіп жатыр. Просто Қазалының вокзалын бір көріп қайтайын деп түскенім ғой. Ана жақта артта келді. Көріме келіп, пойыз 20 минут тұрады, бірақ уже 5 минуттай уақыт өтіп кетті. Көрсе жетіп алады ғой. Томпаңда жүгіріп кетті. Неден қырғалдың? Не бар екен? Ал түсірш, не бар екен? Кілем балық қайда барсаң да? Мұндай балықтар бұл аралдан шығатын балықтар ғой да? Мыңнан басталады, мың жарым, 3000 дейді. Ал, иә, күштікен. Құрт қанша? 2000-нан килограмм. Килосы ма? Қазалының кәм биті? 500 теңге килограмм. Шанда қанша дейді? Ұмыт қолды, тамақ алатын болсаңыздар, міне бәрі бар. Дайындыр. Жақта адамдардың бәрі түсіп тамақ алады. Бізде не бар? Тамақ бар ғой да? Кереміз қой. Әбетте қайда барам? Әбетте 3-те Қызылордаға барады. 3-те Қызылорда. Әбетте болмаса қазір бар ғой? Мінеке қуырдақ сатып отыр. Қуырдақ қанша екен? 1000 теңге дей ба? Болады. Жақсы екен. Гүліке, әзірше жейтін тамағымыз болса. Кеп тұрғанда ішке. Қазана. Ада тоқтайтын жерлер бар, сол жерден қарайсың ба? Қалай? Жемей қойып ішсе. Неге? Қой. Өзі ауырып кетті, жемей қойып деп қояды. Мен жеймін ғой Гүліке, сен жемесің де. Кеттік ішке бар. Шай ішіп таңертеңгі шайымызды. Окей. Ысып па? 80-90. Нормально ысып тұр. Градус бұл жерде көрсетіп тұр. Далада +2, 3-те 19. Не ашым өтімін? Не болып? Мынау жалғыз қалып қойған екен ғой. Келді. Шеріп білейін бе? Бар ма? Жұртпа тікілең новый үйлер салған екен да, мұн жақта Қазалыға да? Қай жағында? Мұн жағында да үйлер бар ма? Жай елсіз дала. Мұн жағында ел жоқ. Қазалы мұн жақта мұн жағында не? Болды жаңа өтіп кетті. Үлкен жер екен Қазалы деген. Жақсы жер екен. Біздің Қазалыда көрермендеріміз сәлем сіздерге тағы да. Су тіршілік көздейді, судың жиналатын, су беретін жер болып тұр. Мен қазір ноутбугыммен кішкене жұмыс жасап аламын. Шай ішеміз. Бірінші шай ішіп алайық. Бірінші Гүлікенің шайын ішіп аламыз. Ал бүгінгі таңымыз осылай басталды. Жаңа Қазалыдан түскеннен кейін шайымызды ішіп. Гүлікенге әңгіме айт десем, айтшы. Гүлікен әңгіме айтшы маған. Айта алмай жүрген әңгімелерің болса айтшы дейсің. Ешкім жоқ қылып едім. Бос. Ал айтшы. Мына балға Гүлікенің әлі біткен жоқ. Алағын жеп тұсынан ішінде картошкасы бар тауығыменен. Солай жеп келе жатыр енді. Нормально, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір.
Ya Алматыға барғанша естіп дейді ғой. Түркістаннан білім алатын шығарсың, нан бәрі. Шай қайнап тұр екен, бірақ вагонның іші салқын болды. Білмеймін неге екенін, басқа вагондар қалай екенін қарамадым. Тоңатындай салқын емес, нормально. Бірақ одеял берді ғой. Я мына одеялды кеше бергенде дейді, әрең берді ана. Бергісі келмей айтты ба мен оны? Бергісі келмей жаңағы. Бергісі келмей емес. Тағы да бір одеял бер. Қасымда Гүлекең тоңып атады. Жоқ, бермей, бір-бірден жетеді дейді. Жақсы, ол да дұрыс шығар. Бір-бірден алғандар дейді. Түркістанның шашлығы арзан ғой, сол қалай достар айтып өңдерші. Түркістанда шашлик дейтін 300 теңгеден. 300 теңгеден неге ол 300 теңге? Соның жауабын таба алмадым мен. Сіздер білсеңіздер, айтып жіберсеңіздер ол. Құпиясы неде екенін 300 теңге. Дұрыс шашлик па деген ғой енді. Иә, сол ғой. Дұрыс шашлик болса болды ғой. Кәдімгі дұрыс ба? Қойдың еті деп сатады, сол іштеменде қойдың еті ма дегенім ғой. Мүмкін қойдың еті шығар, бірақ қалай ол 300 теңге бір қойды сойғанда оны 300 теңгеден сатқанда ақтай ма? Бірақ енді 4 штук, 5 штук болады несінде. Может ақтайтын болып тұр ғой. Сіздер білсеңіздер айта кетіңіздер, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Миланың жағдайы міне ол да таңертеңгі бет қолын жуып жатыр. Тазаланып та жүреді, устайтын бет қолын жуып та жүреді. Таза, негізінде таза мысық. Міне қазақтың кең байтақ даласы, әлі Қазалының территориясы. Жалпы мына Қазалының территориясы, жалпы Қызылорданың ауа райы, климаты бізге өте ұқсайды. Негізі Құлсары менен әсіресе шөл даласы, шаң топырағы дегендей. Қызылорда менен біздің Құлсары, Атырау бірдей. Соның ішінде мынау Аралскі деген жерлер, Қазалы деген жерлер келеді, көбіне табиғаттар сәйкес келеді. Гүлекеңді көрдіңіздер ме? Гүлекең тек үйде емес, пойызда да, вагонда да тазалап кірісіп кетті. Ой, қандай керемет келіншексің, Гүлекең. Тек қана үйді тазалайтын шығар десем, сен вагонның ішін тазалап кеттің. Айнаға қарасақ. Мен өзім таң қалдым. Бұл жерде кино қарап жатыр едім. Аттықтан сүртіп отыр. Ойпырмай. Неге бас болғаны ма? Негізі дұрыс сүртпеген ғой, кеше азғантай тұрғасын Құлсарда. Мила оған қарап отыр, давай деп. Көмектесейін десе бұл қасқа қолында ештеңе келмейді. Шынымен де Гүлекең, сен молодецсің де. Бетімен де көрдік қойыншы айнадан. Ағады ма? Тазады ма? Ол ойыңа келді. Тап-таза болады. Күшті. Істесең бәрі жұмысқа бірақ. Күпенің ішін бәрін тазалап шығасың мен де? Тек жер сүртіп алдым. Сүртіп алдың ба? Жер мәйшімді, полды сүртіп алдым. Көрініп тұр одан да. Влажный салфеткаменен жер сүртіп алған. Достар, ұнап жатса лайкты басып, лапылдатып басып жіберсеңіздер, және пікірлеріңізді жазып кетіңіздер комментарийға. Өтініш қазақ үшін, жақсы пікірлер күтеміз. Жерде лас, алдынан бері лас болады. Біз емес деп қойыншы. Шынымен де ғой, менің қарап кір-кірді сүрткенде кәдімгі кетіп жатыр. Немен сүртіп жатыр десеңіздер, мынандай қарапайым влажный салфетка ғой, кішкентай. Сонымен барымен сүртіп жатыр. Неден проводниктен сүртетін моющий средство сұрап алсаң беретін шығар, қуана. Нағаршы, бәрі кір. Сүртесің ба? Сүртесің. Ой, құрсыншы. Шынымен мен ішіне ұғырып жүрсен. Айнан жалтыратты, бірақ күшті. Терезе сүрту керек, бірақ сырты шығар лас. Сырты сияқты бұл терезе. Сырты да лас, бесполезно. Төретам деген жерге келдік. 5 минут тұрады да, Төретамда да. Төретамда 5 минут тұрады екен. Тып-тыныш бәрі ұйықтап демалып жатыр едім. Жүрдік, қозғалдық. Гүлекең, сен домалап жата бер дегенсің де. Істеймін енді. Жатпен істейсің, домалап семір күтпеңіз. Бәрін тап-таза сықайтып қойып жатыр. Бұған Гүлекең ештеңе айта алмаймыз, сол үшін. Қозғалды, Төретамда 5 минут тұрды да. Сет ұстайды деп, компьютерімді қосып интернетпен бір нәрселер қарап жіберейін дедім. Онымен интернет ұстамады. Енді жатып демаламыз. Жатып, сосын қазір телефонға скачать етіп алған киноларым бар, видеоларым бар. Соларды қарап, кішкене жатам. Қызылордаға келеді. Қызылорданың ішінде 3 жобасында
Қызылорда барады. Сол кезде Қызылордан түсіреміз. Ондыке. Ақтап демаламыз оған дейін не? Кино қарап жатайық. Оған дейін 5 минут, 3 минуттан тұратын жерлер бар. Ол жердің бәрінде интернет ұстамайтын шығар. Нешеде қайда барады? Қазір көреке қарап жүрсек. Қазір Туретам, осы Туретамнан кейін қандай жерлер бар? Мұндай қылып скачать етіп нетіп алдық қой, расписаниені. Жоқ, нешеде Туретам, Жосалы бар, Жалағаш бар, Тереңөзек, сосын Қызылорда. Қызылордаға 3-ге 2 минут қалғанда барады екен. Мен соң 3-ге дейін 4 сағат бір енді домалам жатамыз, 4 сағатта 4 күні қарап тауып қояды ма? Өтшесің ба, ішпесің ба? Ішеміз ғой, жаңа бускаста ма шол? Біз жайыштық па, 12-де қалып Иә, қазір көреміз, қарымыршы айтам бүлке. Мына ноутбукты былай қаратып қойым ба? Ноутбукқа скачать етілген жоқ екен айтпақшы. Скачать етілген жоқ. Өзің бұлшы дейсің ғой. Қараса, ананы қара, мынаны қара деймін ғой. Ал Туретам, жол болсын. Аман болыңыздар, Туретам еліне үлкен сәлем. Күлеке интернет ұстап тұр мені, телефон шығып отырсың ғой. заказ салып отырмын. Заказ? Ал Күлекен Қытайға заказ беріп отыр. Заттар беріп отыр, өзің керек заттар ма? Жоқ, клиенттердікі ғой. Рақат екен. Интернет болса болды дейсің да? Мейлі ұйқым теуіп отыр ғой. Қазір біз Жосалы деген жерге келіп тұрық. Жосалы. Жосалы көрермендерге сәлем. Үлкен интернет болса болды, сатып ол жұмыс істей береді ғой. Вокзал ана бетінде. Мына үлкен жер сияқты, мына темір жол көп болғанына қарағанда. Қызылордаға келдік. Қызылордаға келем деп мен кешіп қойдым. Үлкенге жете алмай, әрең жетіп алдым. Не болды? Екеуі де алып келе? 600? Жаркое, курдак, палау, Түркістанда бар ғой, 300-ден. Қазір алда бар ғой, 2 сағаттан кейін. Неше? 3 сағат. Курдак, жаркое, палау, манты. Қанша? 3000 гривен. Күшті екен. Ауылда 2000 дейсің. Күшті екен. Шынымен де 2300 ғой. Неде? Так, мұнда не бар? Тамақтың бәрі бар, иә. Осы не жақсы. Қайсы? Остановка деген Қызылорданың. Қызылорда ма, Түркістан ба? Түркістанда да күн шашақ ғой. Солай ма? Пирожки бар, пирожки. 800, 900 дейді. Мына ішіне неге? Етпен. Ет бар. Қанша? Бөрек. Қанша? 5 теңге. 5 теңге. Ауа күшті болып тұр екен да, Қызылорда. Әдемі болып тұр. Біз де айтып отыр ма? Күнде келіп айтып. Біз анда-санда жүреміз жолда. Күнде келіп айтып дейді. Басқа біреуді айтып отыр. Түсіретіндер де айтып отқан ғой. Күнде келіп айтып бағасын түсіріп алатын болып тұр ғой. 1000 теңге. 1000 теңге? Иә. Кеше бензинді 700-ден алдым. Иә. Вокзалдан, мұнда да вокзал. Иә. Вокзалға дейін барып үлгеріп алған жоқпыз. Кері қарата қайтып келдік. 20 минут өтті, бірақ кешігіп шықтық. 10 минут, 15 минуттай өтіп кетті дейміз, да? Нормально ма? Жолда не істейсің? Түркістанда ертерек түсіреміз. Интернет қосылған бойда тек жалмажан компьютерімді қосам деп, жұмыс жасап тастайын деп нетіп қалдық, кешіп қалдық. Ничо, кеттік. Мына жерден Қызылорданы көрсетіп жіберейін, как раз. Қызылорданың үстіне өтіп бара жатып. Қайда келген десем, Күлекең үндемей жатыр, шиеліге келіп қалыппыз. Қой жүр түсіп келейік шиеліге, уақытынан бұрын келіп. 10 минуттай бұрын келіп. 20 минут тұрады екен. Көрейік те түсіп. Сағат тастай қарам мен деймін. Сағат 6-да, 6-да тастай қарам. Көрейік балан. Шиелінде бір көріп қайтайық. Шиелік көрермендерім, сіздерге бір сәлем. Бұл шиел енді қауынның отаны ғой да? Қауын дейді, әңгелек дейді. Мына асқабақ па? Қауын ғой. Қауын ғой бәтші? Қанша? Пакеті ма? 1000 теңге болады ма? Асқабақ деген, мынаны айтып па асқабақ? Ол қанша? Осы несі ма, сеткісі ма? Күшті екен. Күріш. Қанша? Килосы 500. Но 5 килосы 2,5 ба? Күшті. Рахмет.
Şiili. Şu ancak kalk ediyoruz önüge. Ülgürümüzün şu yerde mi ne var? Ben ayağım jelen ayak. At çıktım. Eski giymeyi. Sen de tepşikmen çıkırsın bu. Ana жағы алдыңғы жағы жарқырап тұрған күшті болып. Шиеліде қанша халық тұрады, қандай жер өзі? Біраз үлкен жер сияқты да, біздің Құлсары сияқты. Солай ма көрермендерім? Бұл жерде манты дейді, әсіп дейді. Әсіп деген не бұл жоғы да? Не күріштер тұр ғой? 3 мың. Не? 5 килосы 3 мың? Жарайды. Жақсы. Нен қауындар тұр ғой? Нен қауынды? Қарбыз 1,5 теңге. Штуғы ма? Мен сонда өп кеттім ана. Ана қауындысы, пакеті. Пакеті 2 мың? Мың еді ғой бұрын? Жазда ол көге ғой. Жазда ма? Ой қарап, ой баратқан сайын. Да? Ка қауын біткен ғой да? Мінеке қауын толып тұр. Біз келгенде мынандай домалақ сары қауын болды ғой. Иә. Қазір ондай жоқ екен. Жазда көп болады негізі бұл жерде. Қауын деген бақынап тұрады. Бақынап кәдімгідей. Асқалақтар. Былай қарата жүрген сайын баға өзгеріп жатыр ғой. Да? Құрма 800. Бенжу деген қанша? Сондай ғой. Алма 600. Жақсы екен. Жерде де не бар? Жерде алма, құрма, қияр 1000 теңге, ағашық. Алма 600. Мандарин 1500. Күшті әдемі. Вокзалдың өзі базар болып тұр ғой бұл жер. Да, базар вокзал деген осы ма? Базардың өзі вокзал болып тұр екен. Неге? Бәрі бірдей ғой да, ар жағы енді. Осындай жарқырап күшті болып тұр екен вокзал. Ал жүр енді кері қарата. Вагонымызға қарай қайта қойық, бәрі бірдей бағасы. Бірдің бағасын. Тіркеп қойдып, бір-екі сөз достар, біздің каналға тіркеп, қазақша каналымызды қолдау қойып атсалсаңыздар, бірайда боламыз. Болды. Тамақ бар, тамақ. Ыстық тамақ сатады. Сөзде. Үшін бәрі бар тамақтың. Кау, келесі тұратын жер енді, не ма? Түркістан. Жаңа Қорған бар. Жаңа Қорғаннан қазір мен Ақбалжым шығам деді ғой. Бір зат алып қалу керек. Де? Сосын ар жағы Түркістан. 5 минут деді. Жаңа Қорғанда 5 минут тұрады. Сосын ар жағы Түркістан. Түркістанда да 20 минут тұра ма? 15 минут. 15 минут ма? Түркістанда аз екен де? Жарайды. Оғанда жақсы дейміз. Нан? Түркістан нан. Бұл жерде қауын алмадық па негізі? Керек емес пе? Жейін бірді ма? Жейміз бе? Базарлық қаласын ба? Деген сияқты. Қауын аламыз ба? Қауын. Неке қауынды жерде. Мына Москва дейді. Москва Оренбург деген вагон бар ма не? Прицепной ма не? Мынада не? Москва Оренбург деп жазып қойды. Сөйре екен да, шынымен Москва Оренбург бар ма не? Әлі Москва Оренбургтың вагонын мына Маңғыстауға қосып берген ба? Солай шығар да? Бұл ішінде келген қазақтар ғой. Бұрын болған жоқ, Түркістанның қабы. Şu ана жанып тұрған неде тұр да? Кәдімгі. Москва Оренбург болса мына Алматыға кетіп жатыр. Ресторан бар ма? Ресторан бар ғой. Ресторанына барып қарамадық екен. Жүткізбейтін шығар, алдында береді, барып едік, жүткізбеді ғой. Сонымен де ішті білетін шығар. Қырғын вагон жүріп барғанда түсемейсің. Қайда кеттің өлке? Жанталасып жүгіріп батсың ғой. 5 минут тоқтайды, жаңа Қорғандан бер жүргендер. Гүлмира келмейді сияқты ғой да? Ресторанға өзім келмейді, үйге қонақ келіп жатыр дейді. Бажам да келмейді сияқты. Мен бармай ақ қойын ба? Жоқ. Барайын ба не? Мен де түсіріп ойын же? Қара дейді. Фотоға бейнет неге? Фонариктен тұрмыз бұрын ба? Ой, жерге түсірмеген қызық болды. Ана азғандай тұрады, 3 минут тұрады деп та. Ашпады ғой есікті, нені. Шықпаңдар деп тұр ғой. Сүрткізбей.
Жат орнына бір пакеттің орнына бір пакет беріп жіберді ма? Күтіп отыр ғой кәдімгідей. Так. Saat неше болды? 7:30 болды да. Шеш олайық я. Түркістанға 2 сағаттан кейін. Бажаң не беріп жүрсің? Қайс, бұл ұят болды қайта-қайта. Өткен сайын алдымыздан шығады. Бешбармақ беріп жібердім деп отыр. Бешбармақ дейді ме? Бір нан ыдысын беріп жүрсем, қайттан сол ыдыс қайттан. Өткенде берген ыдысын беріп жібердім бе? Қайттан басқа ыдыс беріп жүрді, дәл солай. Ал ас болсын. Рахмет Бажеке, Ақбалдыз. Қандай ал ет. Бешбармақ ет беріп жүрді. Мен рахмет Бажеке, Ақбалдыз, сіздерге рахмет, көріп отырсаңыздар. Қазір бұның шетінен правильниктерге ауыз тигізейік. Қытай тарелка не бар ма? Одна разы тарелка. Болды, рахмет көп, Алла разы болсын. Қуанып қалдым. Шетінен проводникке де ауыз тисін деп салып беріп отыр Гүлкен. Гүлкен молодец, бәрін ойлап жүреді ғой. Болды, ас болсын бәріңізге де. Рахмет Бажеке, мен Ақбалдыздың пісірген күшті болып дәмді екен. Жілігімен салып жүрді. Қаз менен. Мила, сен де тамсанып тұрсың ба? Жоқ, дала өзімен өзі қуып атыр. Оған бәрібір. Гүлке, сен семіретін болдың ға түші қойшы. Жаңа орған деген жерімдекі. Жүріп бадыр. Саат 7-тен кетті. Енді 1 сәуір 2 сағаттан 3 сағаттан кейін ба? Түркістан. Түркістаннан түспейді. Неге? Қой Түркістаннан түсеміз ғой. Мен Аскарақтан жасаған екен. Сімілі деп Түркістанға не өрді коланы алып тсейтін бар ғой. Жаман жыным бет осы коланы. Неге келдік? Түркістанға келдік. 20 минут тұрады екен. 6 минут жерде кіріп келе жатыр. Қызым соғып отыр онлайн. Мен WhatsApp-пен Түркістаннан түсеміз бе ертса? Бұл жерден де бір видео түсіреміз. Мінеке кіріп келе жатыр. Жерде вокзалы, Түркістан вокзалы деген жазу. Біз ең алдыңғы жағында, алдынан санағанда 2-ші вагон болып келе жатырық. Түркістан деген киелі мекен, киелі жер. Алды жатыр қызым. Мысықтан жауып кетіп бір алып кетесің. Алып шығасың ба? Жоқ, тұресің ба? Тастап кетеді. Қар жауады? Так, Гүлке, нан алам дедің ба? Басы болғанмен жақсы жерге келген сияқты, да? Ең басында, бірінші, екінші болып тұр. Жоқ, вокзалдың дәл тұсына келіп тұр ма не? Жоқ, вокзал ана жақта шығар. Вокзал ана жерде ғой, анау ғой. Жүкетті арылып келгенде вокзал. Көп тұрады, біраз тұрады әлі қайда. Ауарай керемет екен. Тікелей қосайық қозасын? Көрейік, ал қойып нанымызды. Мына жер Түркістанның наны деп көп сатып отырады, что-то көрінбейді. Жақтарда. Шашлык бар, шашлык. Мұнда не нан? Пакеті 500. Шашлык, нан, напитка. Үшеуі 500, да? Мынау, үшеуі 500. Пәтірнан ғой. Пәтірнан. Шашлык бар, шашлык. Нан бар. Шашлык неше, шашлык? Шашлык 400 теңге. 400 болып кетті ма? 300 ет. Үшеуі мыңнан береді, 1000 теңгеде. Солай шығар. Жоқ, қиналсаңыз деп, мен үшін қиналмаңыз деп қойын ба? Өзінің бағасы 300 емес пе негізі? Үшеуі 1000 теңге деп берді. Қиналсаңыз дейді ғой маған. Бүгін енді андай неге қайта тамақ ішкесін тойып тұрып мана қайда бешбармақ жеп алдық, балдызын беріп жіберген. Бұл қалай? Что қытырлап тұр ғой? 500 дейм oldu. Şu 500 de. Mine vokzalga keldik, dәл қасы екен. Қазір көрсетемін Түркістанның вокзалы. Әдемі, Осы Түркістан вокзалы. Әдемі, ол енді қазір облыс орталығы болды. Бұрын Шымкент еді, қазір Түркістан облыс орталығы, сондықтан. Бұрыннан да осылай, сыртын ремонттаған сияқты кішкене. Ұстап көрсетейінші. Камера мұн жағы. Әдемі болып тұр, жарқырап.
дұрыс екен. Ал дейді. Отырыңдар деп жатқан жоқ па? Орысша сөйлейтін адам бар екен. Что-то адам азғантай, иә? Сатушылар азғантай, бәрі қайтайды екен. Не, ал дейді. Адам жоқ қой, немене дейді? Пойызда адам жоқ дей ма? Иә, что-то адам жоқ қой, нанға да ешкімге алмай жатыр ғой дейді. Нан аз ғой сосын. Сатушылар да аз ғой. Сол жақта негізі базар, үлкен базар. Түркістанға қарағанда Шымкентте адам көп екен. Жалпы негізі Шымкентте халық көп қой. Не вокзалда адам толып жүр, ма Түркістанда адам болмай еді. Шымкентке түнде бірден кетті, сонда да түстім далаға. Гүлекең ұйықтап жатқасын оятқан жоқпын. Вокзалда ана жерде бір скорый келіп тұр. Құдай сақтасын, жақсылық болсын тек. Кәдімгідей адам көп Шымкент. Ішке қарай жақындайын. Бұл жерде көп тұрмайды, 15 минут тұрады екен. Гүлекеңді оятсам ба, оятпасам ба? Гүлекеңді мен оятқан жоқпын, өзі тұрып кетті. Оятқан жоқпын ғой да, Гүлеке? Свет бақырып жатты. Светті жаңа жақты, проводик мен жерден бір нәрселер алды. Сол үшін жақты, дұрыс. Түнгі сағат 1:30 дейсің. Түнгі сағат 1:30. Даже 2 болып қалды. 2 болып қалды. Енді қайда өтсін? Пісіп кетті ма? Кезі тоңып едім. Қайырлы таң деп қойып, бүгін таңертең шуға келіп тұрғандағы уақыты. Күн жаңбырлы екен, тек тұр. Сені көрсетейінші. Не істеп жатсың? Телефонға жауап жатсың, интернет бар кезде. Жолда осы, тек күтті интернет болса пайдаланып қалуымыз керек. Жаңағы керек заттарымызды алып деген сияқты, қарайтын заттарымызды, ақпараттарды көріп алып деген сияқты, кім не жазды деген сияқтарды көріп аламыз. Бұл жерде қазір Тальго пойызы келіп тұр, бізден кейін келді. Бірақ бұл қазір бізден бұрын жүреді деп ойлаймын. Жаңбыр мінекей. Тағам сататындардың бәрі. Тағам сататындар мінекей. Қандай үстін жоғалғанда немен? Целлофанмен. Басқа не айтамыз, шуды көрсететін жағы вокзал жағы пойыз жауып тұр. Негізі жақсы келіп жатырмыз. Күн түнде ыссы болды даже. Гүлекең бірдеме алып жатқан сияқты мына жерде. Қазір барайын қасына. Не отырсың, Гүлеке? Бірдеме отырсың ба? Молодец. Шоколад алып жүр осында да. Семіргін келіп жүргенсің ғой. Мына жерде 30 минут тұрады бір жақсы. Қалай екен де? Ар жағы вокзал. Шу үлкен жер ма? Қанша адамдар, қанша халық тұрады мына жерде? Көп па, үлкен ба? Негізі үлкен жер, я дұрыс. Шу деген несімен атақты ғой жаңа? Өсетін шөппенен де. Вокзал қай жағында? Ар жағында ма вокзал? Мына жақ бетінде ме? Мен ар жағында пойыз тұр ма не? Ар жағында пойыз жоқ қой. Ан жағына жатыңыз ғой? Соның жағына асып па да, неге екен? Үстіне мост бар екен, мына беттен ана бетке өтеді. Несі, жол торабы көп та, мындай көрдің ба? Үлкен жер узловой станция. Салонымызға келіп, іштеген ыссы жанып тұр негізінде. Қаттысы емес, нормальный температурасы. Вокзал мына бетінде екен. Біз ар жағында деп жүрсек. Неге мына жағына шықпаған дейміз де, шынымен де. Әне вокзалың жақта. Жүретін уақыт болып қалды. Ой, молодец, Гүлеке. Чиап қылысың ба? Давай. Қазір тұрдық, жүгіні қалайық енді. Жатсың ба? Өзі ақылды негізі, шынымен де адам сияқты, ойлайтын сияқты, адам сияқты. Ары қайда кетіп қалды, қашан келеді деп күтіп жүрді. Қайда өтсін ал? Қызықты негізі. Мен бір негізі мысықты жаман жек көретін едім, жеркенетін.
Намысы кәдімгі адам сияқты таза. Терезеге қарап тұр. Үлкен жайнек осы күтті жайнек. Осы қазір күтті жайнек ұстатып жібердім. Не осы тұрғыз? Кішкентай жайнекті деген кеше тосып қойдым да қайттан баруға ерінесің. Сен түсіндім. Шоколад сатып алды ғой жаңа. Сонымен асықпай өтіп шешейін дейді ғой. Мош deyip дейсің де. Қана қандырды. Мен де қалған жоқ күлке. Неге? Түнде жай жаттым. Видеоларды қарап. Содан кейін таңертең ерте тұрдым. Жай кәдім вокзал, я. Ал шайыңды құй. Кеше ет әлі бар да? Түркістанский нан. Нанымен, балзымның. Ақ балзымның бер жіберген ғой. Ақ балзым молодец қой. Былай өткен сайын шығады сол ба. Солай болып күтті міне. Сөйтіп сонымен жатып тұрып тамақ ішіп Алматыға да жақындап қалдық, келіп қалдық. Үлке дайынсың ба? Дайындап қойдың бәрін, жердің бәрін жинап қойды, дайындап қойған. Мила мына жерде жан-жағына қарап тұр деп қойын. Алматыға жақында Шамалғанның ол жақ бұл жағында жүру деймін де, келдік өдеймін де. 1 сағат бар. Қайда? Алматыға ма? Алматыға 1 сағат бар екен. Тықырлып көттің ғой жинау. Не өтсем, мынау ыдыстар дейсің, мысықтың қал саймандар дейсің. Бұл тазалап, тапқа жағып алдым. Жақындап қалдық дейді бір 15-20 минутте келіп қаламыз дейм, ма? Жақындағанда бәрі үйіп тұрып, мына жерге. Мен айналым үйіп көйді. Чемодан қайда? Ана чемодан түсіру керек қой. Чемодан қалып жоғарда бұл. Қоланы. Істесін. Түбінде қалыпты. Үштіп жеш. Не бақылайсың сен? Не қайда? Ну, қайда? Ой, таза ауаға шығып бірақ аттандық. Жеттік Алматыға. Арқаланып, артын тартынып. Чемодан, сумка, пакет. Не іздеп кеттің? Таза ауа жеттір өтсін бе? Ал жүр кеттік. Мынау вокзалы. Алматының ан жақта біз ең басына қарта келдік. Мына жерден таксиге қарта шығамыз қазір. Үш жерден шығамыз ғой деймін, де? Өтім, такси шақыратсың ба? Ал іздеп қара. Біз екеуміз салпазда ұқсап жетіп келдік бе күліке? Пойыздан түскенде. Солай ғой енді, действительно ауылдықымыз енді. Құлсар дейтін ауылдықымыз ғой енді. Оны не жасыратыны бар. Мына жақтан келу керек, ақ кобальт. Келсе, үшінен отырып алып, қалай қарта кетеміз. Не болды, та? Басқасын қарап отырсың мәне? Жоқ. Кетір ма? Жатқан шығар, 1 минут көреді, бесплатно ожидание деп тұр, қайырды кетіп. Сонда көріп қол. Осылар жетпей жатып, жаңа нені басаттылар, келіп тұқ деп. Өздері келген жоқ әлі, мінекі көріп тұстар ғой. Ал Алматыдағы квартирамызға келдік, аман есен. Мен уже жұмытты үлгердім, күлекен әлі тыпырлап шаруасын жасап жатыр. Тағы да бізден видеолар күтіңіздер достар. Бірге болайық, лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге достар.